أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Бүгін имам Науавидің 40 хадис жинағының 39-шы хадисіне қысқаша тоқталатын боламыз. Ан ибн Аббас радиаллаху анхума анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям қал: "Инна Аллаха таджаваза ан уммати ал-хата ва нисян ва мастукриху алейхи." Ибн Аббас радиаллаху анхума жеткізіп жатыр, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Расында Алла тағала бұл үмметтен қателікті, ұмытуды және де мәжбүрлікпен істеген нәрселерді кешірді" деді. Бұл хадисті Ибн Маджа және де имам Байхақи сынды хадис ғұламалар жеткізген және де бұл хадиске хасан деген баға берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадисте Алла тағаланың бұл үмметке деген және бір мейірімділігін көрсетуде. Ол мейірімділіктерді атап үшке бөлуге болады. Біріншісі қателік, екіншісі ұмытушылық, үшіншісі мәжбүрлікпен істеген дүниелер. Алла тағала үмметтің бұл үш дүниесін кешірді. Енді әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын болсақ, бұл жердегі қателікке тоқтайтын болсақ, бұл қателік шариғи тұрғыдағы қателіктер. Адамдар кейбір нәрсені дұрыс деп бағалаған болуы мүмкін, алайда ол нәтижесінде дұрыс болмаса, онда Алла тағала оған кешіріммен қарайды. Мысалға, сахих деректерде Амр ибн Ас радиаллаху анху жеткізген хадисте былай делінген: "Иза хакамал хакиму фаштахада сумма асаб фалаху ажран, ва иза ахтаа фалаху ажр." Егерде бір үкім беруші адам бір мәселеде өзінің ақылын жұмсап, іштахат етіп, бір үкім шығарса, о да қателессе, яғни қандай да бір үкім беруші адам бір мәселеде өзінің бар білгенін ортаға сала отырып бір үкім шығарып, ол үкімінде дұрыс шығатын болса, оған 2 сауап бар. Ал егер қателессе, оған 1 сауап жазылады деген. Бұл жерде де Алла тағаланың осы мұсылман үмметіне деген кеңдігін көруге болады. Кім білген нәрсесіменен амал ететін болса және де ол дұрыс шығатын болса, онда Алла тағала оған 2 есе сауап береді. Ал егер қателескен болса, жұмсаған еңбегі үшін оған 1 сауап береді деген мағына шығады. Екінші мәселе, адамның ұмытқандығыменен жасаған нәрселері. Кей кездерде адамдар ұмытшақтықпенен бір нәрсені есіне алмастан қате жасап қойған болуы мүмкін, немесе ол нәрсені өзінікі емес екендігін ұмытып кеткен болуы мүмкін. Бұл сияқты жағдайларда кім қателік жасайтын болса, ұмытқандығы үшін оған жаза берілмейді. Мысал айтатын болсақ, бір адам өзінің мүлкіндегі нәрсені екінші бір адамға сатқан болса, бірақтан оны сатқандығын ұмытып кетіп, әлгі нәрсені барып қолданса, тіпті оны құртып жіберген болса, онда бұл адам әлгі нәрсені ұрлаған немесе тонаған деген айып тағылмайды. Алайда әлгі затты құртқан адам заттың иесіне сол затты қайтадан орнын толтырып қайтарып беру керек болады. Үшіншісі, мәжбүрлікпенен жасалған дүниелер. Бұл үмметте кейбір нәрселер адамның мәжбүрлігіменен жасалған болуы мүмкін. Алла тағаланың кеңдігі сол, бұл жағдайда да адамдарға кеңдікпенен қарайды екен. Мысалға, адам өмір менен өлімнің арасында болатын болса, және де өмірін сақтау үшін кейбір харам іс-әрекеттерді жасау керек болатын болса, кейбір дүниелер ол үшін рұқсат етіледі. Бұл туралы тіпті фиқх тәсілнамасында ад-дарурат тубихул махсурат деген ереже қалыптасқан. Мағынасы, адамның зару жағдайы, яғни мәжбүрлікке ұшырауы, оған кейбір харам нәрселерді халал етіп береді деген. Оның мысалдары өте көп. Мысалға, шөлде қалып кеткен адам қатты шөлдеген болса, оның өмірін сақтау үшін қандай да бір сұйық нәрсе ішу керек болатын болса, бірақ қолында ішімдіктен басқа ешқандай халал дүние болмаса, онда ол әлгі ішімдікті ішуіне рұқсат етіледі, өмірін сақтау үшін және де соған мәжбүр болғаны үшін. Алайда басқа жағдайларда бұл нәрселерге рұқсат етілмейді. Және де бұл жерде адамның өзі бір таразы қою керек. Кейбір жағдайларда адам әдейіге ұмытып, немесе әдейі қателесіп, немесе өзін бейне бір мәжбүрлі ретінде көріп, кейбір нәрселерге өзіне рұқсат берген болуы мүмкін. Осы тұстарда адамның тақуалығы өте маңызды рөл ойнайды. Мысалға, бұл туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: "Кей кезде адам қаперіне бармастан Алланың ашуын шақыратын сөз айтуы мүмкін." Яғни, кейбір мәселелерде бәрібірде өте сақ болу керек. Алайда, мұсылман үмметіне бұл бір үлкен жеңілдік. Тіпті Құран-ы Кәрімде Аллаху Тағала бізге мынадай бір дұғаны жасауды үйреткен: "Раббана ла туахизна ин насина ау ахтана, Раббана ва ла тахмил алейна исра." Ва Алла тағала, бізді ұмытқан немесе қателескен нәрселеріміз үшін жазаға тартпа, және де бізге ауыр нәрсені арттырма деген. Ибн Аббас радиаллаху анхума осы аятты оқығаннан кейін Аллаху Тағала бұл аятты оқыған адамға қад фаалт, яғни мен оған сұраған нәрсесін бердім деп айтатынын түсіндірген. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.